Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 4-ші сынып. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бөлшектер, бөлшектерді салыстыру. 109-шы сабақ. Бүгінгі сабақта сендер алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыруды үйренесіңдер. Ал енді бірінші тапсырмаға қарайық. Әлия мен Болат сыныптастарының арасында сендер қандай су ішесіңдер деген тақырыпқа сауалнама жүргізді. Мәліметтер диаграммада пайызбен берілген. Диаграмма бойынша теңсіздік құрастыр және жаз. Көріп тұрғандағындай балалар, сендердің алдарыңда диаграмма тұр және ол жерде бұлақтан, құдықтан өздері қазған су 51% екен. Сатып алынған немесе әкелінген құйылмалы су бұл 15% екен. Әдеттегі краннан су бұл 23%, краннан бірақ сүзгіден өткізілген бұл 11%. Енді біз осы пайыздарды салыстырамыз. Екі тәсілмен салыстырдық. Бірінші, 11% бен 15% теңсіздікті қоямыз, яғни 15% үлкен. Әрі қарай 23% бен 51%ды салыстырамыз. 15% бен 51%ды салыстырамыз. 11% бен 23%ды салыстырамыз. 15% бен 23%ды салыстырамыз және 11% бен 51%ды салыстырамыз. Балалар, бұл бірінші тәсіл. Екіншісі, осыны бөлшек түрінде жазып және салыстырамыз. Естеріңде болса, біз пайыздарды өткен кезде 100-ден, яғни 100%-дан 11 деген сөз. Яғни 100-ден 11, 100-ден 15 салыстырамыз. 100-ден 23, 100-ден 51. 100-ден 15, 100-ден 51. 100-ден 11, 100-ден 23. 100-ден 15, 100-ден 23. 100-ден 11 және 100-ден 51. Номер 2-ші тапсырма қараймыз. Суреттерді қара, фигуралардың қандай бөлігі боялғанын жаз. Яғни алдарыңда 4 шаршы тұр және оның бір бөлігі боялған, оны біз 4-тен 1 деп жазамыз. Екінші суретте 2 бөлігі боялған, біз бұны 4-тен 2 деп жазамыз. Үшінші бөлігі 3 бөлігі боялған, оны біз 4-тен 3 деп жазамыз. Әсі. Сан сәулесіндегі бірлік кесінділерге қара. Ол неше бөлікке бөлінген? Қайсысы үлкен? Салыстыр. 4-тен 1 немесе 4-тен 2. 4-тен 1 немесе 4-тен 3. Қараймыз. Біз енді осыларды салыстырамыз. 4-тен 1 және 4-тен 2. 4-тен 2 үлкен. 4-тен 1 және 4-тен 3. 4-тен 3 үлкен. Есіңде сақта. Балалар, бөлімі бірдей 2 бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады. Мына алдарыңда мысал тұр. 4-тен 1, 4-тен 2. Бізде 1 мен 2 саны бұлар алымы. 4 бұл бөлімі болады. Сонда 2 1-ден үлкен болғандықтан алымында 2 тұрса, сол 4-тен 2 бөлшегі үлкен. Номер 3. Тік төртбұрыштың боялған және боялмаған бөліктерін көрсететін бөлшектерді жаз, теңсіздік құр. Балалар, қараймыз, мына жерде тік төртбұрыштың ішінде 18 бөлік бар және осы 18-дің 4 бөлігі ақпен боялған. Екінші суретте 18-дің 7 бөлігі ақпен боялған. 18 бен 4-ті және 18 бен 7-ні салыстырамыз. 18-ден 7 үлкен, себебі алымдары 4 пен 7-ні салыстырған кезде 7 саны үлкен. Келесі 14 пен 18, 11 мен 18. Балалар, алдарында көріп тұрғандай, бұл жерде керісінше бөлімдері әртүрлі, алымдары бірдей және теңсіздіктің қай жаққа қарап тұрғанына назар аударыңдар. Келесі 18-ден 8, 18-ден 10, яғни бұл жерде 18-ден 10 бөлшегі үлкен болады. Есіңде сақта, алымдары бірдей 2 бөлшектің қайсының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады.
Келесі, 4-ші тапсырма. Дөңгелектердің боялған бөлігін білдіретін бөлшектерді жаз, оларды салыстыр. Суретте сендерде 2-ден 1, 3-ден 1, 4-ден 1 және 8-ден 1 дөңгелек боялған. Осыны біз бөлшек түрінде жазамыз және салыстырамыз. 2-ден 1, 4-ден 1, 3-ден 1 және 8-ден 1, 4-ден 1 және 8-ден 1, 2-ден 1 және 3-ден 1. Осы жерге теңсіздік белгісін қоямыз. 5-ші тапсырманың асы. Бұл жерде бөлшектері, бөлімдері бірдей, алымдары әртүрлі. Яғни бағанағы ережені еске түсіріп, теңсіздік белгісін қоямыз. Осының әсінде керісінше бөлімдері әртүрлі, алымдары бірдей ережені сақтай отырып, бұған да теңсіздік белгісін қоямыз. Келесі 6-шы тапсырманың асы. Дәптеріңе осындай бірлік кесіндісімен сәулесіз сан сәулесіне 5-тен 2, 5-тен 4 бөлшектерін белгіле, бөлшектерді салыстыр. Біз осы 2 бөлшектерді белгіледік және сендер өздерің ереже бойынша осы бөлшектерді салыстырып шығыңдар. 7-ші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 123 квадрат метр, ол бізде 1.230.000 сантиметр квадрат болады екен. 13.000 миллиметр квадрат 13 сантиметр квадратқа тең. 45.000 километр 45 миллион метр. 230 тонна 230.000 килограммға тең. 12 грамм 12.000 миллиграммға тең. 24 апта 168 тәулік. 288 сағат 12 тәулік. 23 миллион 360 мың сантиметр 233 мың 600 метрге тең. 500 километр 50 миллион сантиметрге тең. 5000 миллиграмм 5 граммға тең. Келесі 8-ші тапсырма теңдеулерді шеш. Бұл жерде Y пен 476-ның азайтындысын 1056-ға азайтқанда 1549 шығады екен. Енді бұл теңдеуді біз қарапайым теңдеуге айналдыруымыз керек. Ең алдымен біз өзімізге ыңғайлы етіп аламыз. Y-тен 476-ның азайтындысы 1549 бен 1056-ның қосындысына тең. Яғни 1056 теңнің оң жағына кеткен кезде кері амалмен кетеді. Y азайтылған 476 тең 2605. Біз қарапайым теңдеуге айналдырдық. Осыны енді Y-ті табамыз. 2605 пен 476-ның қосындысы, яғни Y-тен 3081. Тексереміз. 3081-ден 476-ның азайтындысы, оны азайтып 1056-ға азайтқанда 1549 шығады. 15-ті К мен 10-ның айырмасына көбейткен кезде 255 шығады. К-ны 10-нан азайтқанда 255 пен 15-тің бөліндісіне тең. Біз қарапайым теңдеуге айналдырамыз. К мен 10-ның айырмасы 17-ге тең. К-ны табу үшін 17 мен 10-ды қосқанда 27 шығады. Тексереміз. 15-ті 27 мен 10-ның айырмасына көбейткен кезде 255 шығады. 27 мен теңесті. 10-шы тапсырма есептерді шығар. Бір алманың массасы 1 килограммның 10-нан 1 бөлігі. 6 алманың массасы қанша грамм болады? Шешуі, біз ең алдымен 1 килограммды тауып аламыз. 1 килограмм бізде 1000 граммға тең. Және 1000 граммның 10-нан 1 бөлігін табу үшін 1000-нан 10-ды бөлеміз және 1-ді көбейтеміз. Тең болады 100 грамм. Бұл 1 алманың массасы. 1 алманың массасын тапқаннан кейін 6 алманың массасын табу үшін 100-ге 6-ны көбейтсек 600 грамм шығады. Жауабы 6 алманың массасы 600 грамм болады.
Әсі, жер телімін суаратын арықтың ұзындығы 1 километрдің 1%-на тең. Метрмен алғанда арықтың ұзындығы қандай? Шешуі: 1 километр 1000 метрге тең. 100%-дің 1-дені бұл 1% болады. 100-ден 1. 1000-нан 100-ді бөлеміз, тең 10 метр. 10 метр бұл 1%. Жауабы метрмен алғанда арықтың ұзындығы 10 метр. 11-ші тапсырма. Сен зерттеушісің. Таразының сол жақ табақшасында бүтін ірімшік тұр. Ал оң жақ табақшасында осындай ірімшіктің 4-тен 3-і және массасы 1 килограмның 4-тен 3 бөлігіне тең кіртас тұр. Таразының сол жағындағы ірімшіктің килограммен массасы қандай? Шешуі: 1 килограмм 1000 граммға тең. 1000 граммның 4-тен 3 бөлігін табу үшін 1000-нан 4-ті бөліп және 3-ке көбейтеміз. Бұл 750, яғни кіртастың массасы. Келесі, бізде сол жақта тұрған толық ірімшік, яғни бір ірімшік, оның 4-тен 4 деп алдық, және осыдан 4-тен 3-ті азайтқан кезде алымдарын азайтамыз. 4 азайтылған 3, яғни тең 1 шығады. 4-тен 1, осы 4-ті 750-ге көбейтсек, 3000 грамм шығады. 3000 грамм 3 килограммға тең. Жауабы: таразының сол жағындағы ірімшіктің массасы 3 килограмм. Үйге тапсырма. 12-ші тапсырманы орында. Өз беттерінше бүгінгі ережені пайдалана отырып, осы видео сабақты пайдалана отырып, үй тапсырмасын өздерің орындаңдар. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.